Математика. Сабақтың тақырыбы 140 пен 2-нің көбейтіндісі және 280 мен 2-нің бөлінісі түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Оқу мақсаты: бөліндінің бір разрядында 0 болатын кезде 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану. Бүгінгі сабақта бірлігі 0 болатын 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейтіп және бөліп үйренесің. Сандарды разрядтарға жіктеп айтамыз. 124 саны. Бұл санда 1 жүздік бар, 2 ондық бар, 4 бірлік бар. 124 санын 100 қосылған 20 қосылған 4 түрінде қосылғыштарға жіктеуге болады. Бұл санда қанша бірлік бар десек, сен разрядты қосылғыштарға жіктеу бойынша 4 бірлік бар деп айтар едің. Ал енді бұл санда барлығы неше ондық бар десек, онда сен 12 ондық бар деп жауап беруің керек. Өзің айтып көр. 320, 457, 660, 230 сандарының әр қайсысында барлығы неше ондықтан бар? Біреуін айтып көрсетейін. 320 санында разрядты қосылғыштарға жіктейтін болсақ, 3 жүздік, 2 ондық, 0 бірлік бар деп айтар едік. Енді осы санда, яғни 320 санда барлығы қанша ондық бар десек, біз 32 ондық бар деп жауап беруіміз керек. 457 санында 4 жүздік, 5 ондық, 7 бірлік бар. Ал барлығы 45 ондық бар деп жауап береміз. 660 пен 230 сандарының әр қайсында неше ондық бар екенін өзің айтып көр. Қазір біздер бірлігі 0 болатын 3 таңбалы сандарды көбейтіп бөліп көрейік. 140 пен 2-нің көбейтіндісі. 140 санында жаңа үйренгеніміздей 14 ондық бар деп айтасың. 14 ондық 0 бірлік бар. Демек, 14-ті 10-ға көбейту деген сөз. Біздер 14 ондықты ғана 2-ге көбейтеміз де, бірлік 0-ды тіркей қоямыз. Өйткені 0-ды санға көбейткенде 0 шығатынын біз білеміз. Қалай жазамыз? Жазылуға назар аудар. 140 пен 2-нің көбейтіндісі түрінде жазып алдық. 14 ондық бар екенін жаңа айттық. 14 ондық дегеніміз 14-ті 10-ға көбейту деген сөз. 14-ті 10-ға көбейтіп, 2 бірлікке көбейте қоямыз. Көбейту жолы оңай болу үшін 14-ті алдымен 2-ге көбейтеміз. Одан соң 10-ды көбейте қоямыз. 14 пен 2-нің көбейтіндісі 28-ді береді. 28-ді 10-ға көбейткенде 280 болады. 280-ді қалай жылдам табуға болады? Санды 10-ға көбейткенде 10-ның қанша 0 болса, соны санға тіркей қоямыз. Яғни 28-ді жазып, 0-дің 0 бірлікті тіркей қоямыз. Сонда 280 болады екен. Тапсырма. Есептеп көр. 230-ды 3-ге қалай көбейтеміз? 230 санында 23 ондық бар деген сөз. Демек, ол 23 көбейту 10 дегенді білдіреді. 23-ті 3-ге көбейтіп, 10-ға көбейте қоямыз. Келесі, 420-ны 2-ге қалай көбейтеміз? 420-да 42 ондық бар деген сөз. 42-ні 2-ге көбейтіп, 10-ға көбейте қоямыз. Енді бөліп үйренеміз. 3 таңбалы сан 280 мен 2-нің бөліндісі. Бұл 280 саны 28 бен 10-ның көбейтіндісі дегенді білдіреді.
Яғни 28-ді 10-ға көбейткенде 280 санын береді екен. Ол үшін қалай жазамыз? Назар аудар. Яғни 280 мен 2-нің бөлінісі өрнегін жазып қойып, 280-де 28 ондық бар екенін білемін. 28 ондықты 10-ға көбейтіп, оны 2-ге бөлеміз. Оңай жолын табу үшін 28-ді 2-ге бөліп алып, 10-ға көбейте қоясың. 28-ді 2-ге бөлгенде 14 болады. 14-ті 10-ға көбейтсең, 140 саны шығады. Тапсырма. Есептеп көр. 690 мен 3-тің бөліндісі. 690 санында 69 ондық бар деген сөз, ол 69 көбейту 10 дегенді береді. Енді 69-ды 3-ке бөліп, 10-ға көбейте қоясың. Келесі тапсырма. 480 мен 2-нің бөліндісі. 480-де 48 ондық бар деген сөз. 48-ді 2-ге бөліп, 10-ға көбейте қойсаң, өрнектің мәнін табасың. Оқулықтағы 5-ші бетті ашамыз. 4-ші тапсырманы қазіргі үйренгенің бойынша есепте. Көмек болу үшін көбейтуге арналған дескрипторды пайдалан. Дескриптор қадамдарымен жүрсең, қателеспейсің. Өрнекті жаз, разрядқа жіктеп ал, ондығының барлығы нешеу екенін анықта, ондықты екінші көбейткішке көбейт, содан соң оны 10-ға көбейтесің. Шыққан жауапты оқисың. Бөлуге арналған дескриптор. Бұл дескриптор саған санды оңай тез бөлуге көмектеседі. Алдымен өрнекті жаз, разрядқа жіктеп ал, ондығының барлығы нешеу екенін анықта, біліп отырған ондығыңды бөлгішке бөл, одан соң 10-ға көбейт. Шыққан жауапты оқы. Орында оқулығыңның 6-шы бетін аш, 10-шы тапсырманы өз бетіңше орындауды тапсырамын.